Өңірде Қазақстан Республикасының жаңа конституциясының заңды күшіне енуіне арналған қалалық актив отырысы өтті. Жиынға зиялы қауым өкілдері, ардагерлер мен мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, үкіметтік емес ұйымдар қатысты. Басқосуда ата заңның ел дамуындағы маңызы мен жаңа саяси реформалардың негізгі бағыттары кеңінен талқыланды. Жиынды қала әкімі Нұржан Ахатов ашып, жаңа конституцияның елдегі саяси және құқықтық жүйені жетілдіруге бағытталған тарихи құжат екенін атап өтті. Оның айтуынша, ата заңда адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру және азаматтық қоғамның рөлін күшейту секілді маңызды қағидаттармен көрініс тапқан. Сондай-ақ мемлекет басшысы айқындаған басым бағыттарды іске асыру барлық мемлекеттік органдардың ортақ міндеті екені айтылды. Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміздің саяси және құқықтық жүйесін одан әрі жетілдіруге, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға және азаматтардың құқықтарын қорғау тетіктерін нығайтуға бағытталған. Ата заңымыздың преамбуласында адам құқықтары мен бостандықтары алғаш рет мемлекеттің негізгі басымдығы ретінде жарияланып, бірлік пен ынтымақтастық, ұлтаралық, дінаралық келісім Қазақстан мемлекеттілігінің негізі ретінде белгіленді. Егемендік пен тәуелсіздік аумақтық тұтастық өзгермейтін құндылықтардың санатына жатқызылды. Актив отырыста сөз алған қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Өмірбек Шеменов жаңа конституция ел бірлігін нығайтып, мемлекет пен қоғам арасында өзара сенімді арттыруға қызмет ететінін жеткізді. Ол жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру мен заңға құрметті күшейтудің маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ конституция барлық азаматтың заң алдында тең екенін айқындайды. Мұнымен толық келісемін. Заң бәріне бірдей қызмет еткенде ғана қоғамда әділдік пен сенім қалыптасады. Мемлекеттік тіл қазақ тілі екені Конституцияда 9-шы бапта нақты айтылған, бекітілген. Мен қазақ тілінің мәртебесін артуды қолдаймын. Ана тілімізді құрметтеу әрқайсымыздың азаматтық парызымыз. Конституцияда 27-ші, 38-ші, 30-ші баптарында әр азаматтың білім алуға, денсаулық сақтауға және еңбек етуге құқығын қамтамасыз етеді. Бұл нормаларды өте маңызды деп санаймын. Себебі сапалы білім мен денсаулық, әділ еңбек елдің дамуына басты кепілі. Жиын соңында қала әкімі мемлекеттік органдарға жаңа конституцияның талаптарын халық арасында кеңінен түсіндіруді, стратегиялық реформаларды іске асыруда, инвестиция тарту, цифрландыру, кәсіпкерлікті қолдау, тұрғын үй құрылысы мен әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту бағытындағы жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар жаңа конституцияның арнайы даналары жиын спикерлеріне салтанатты түрде табысталды. Аружан Серқызы, Бақытжан Бегімбай, Шет-Шет Ньюс.